Hayırlı kеш, құрметті көрермендер және әріптестер. Жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Мен бүгінгі айтайын деп жатқан әңгімем шылаушының кәсібі туралы. Қазір Қазақстанға енді кіріп жатқан бұл кәсіптің дамығанына Бақытжан ағамыз бар, Пернебек ағамыз бар. Шымкент пен Алматыдағы олар кісілер істеп жатқанда 10 жылдан асты. Ол кезде бұны ешкім білмейтін өздерінен басқаша. Бұны уже Россия, Өзбек бауырларымыз бұл кәсіпті дамытып, уже оны конкурент болып бір-бірімен Қазақстанға уже келіп жатыр. Ол өзбек бауырларымыз көңді датабы КамАЗымен сатып алып жатыр. Ал біздің Қазақстанда көң деген поляларда, огородтарымызда, шаруақтарымызда толып үйіліп жатыр да. Мысалы, бұл кәсіпті бастау үшін кейбір адамдар ойлануы мүмкін, ендігі жетпеген, енді боқпен алысып, боқты жуып жүрем ба, соны салып жүрем ба дейді. Наоборот, сонымен айналысу керек. Осыған бір мысалға адам ойланады, мысалға сіңіп қалған нәрсе бизнес бастау үшін адамға бір миллиондаған ақша керек та, сол кәсіпті жүргізу үшін. Жоқ, ондай емес. Оны ойлап миды шаршатпау керек. Сен мысалға бұл кәсіпті сен 15 мыңнан бастай аласың, 10 мың теңгеден бастай аласың. 3 айда, 1 жылда сен оны миллионға да жеткізу мүмкін, Алла нәсіп етсе. Және бұл кәсіпті жалқау адамдар істей алмайды, мықты адамдар істейді. Және бұл кәсіпті до конца жеткізу керек. Сол до конца жеткізген нәтижесінде Шымкенттегі Бақытжан ағамыз бен Алматыдағы Пернебек ағамыз үлкен объемға жетіп, 2 мың, 3 мың объемдарға жетіп жатыр. Бірақ ол кісілердің өзі өнімдерін жеткізе алмай жатыр. Осы өте қазір сұранысқа ие болып жатыр. Қазіргі Аллаға шүкір, жаңбырлы болып, егіндеріміз мықты болып отыр. Соған мысалға тыңайтқыш керек болып жатыр. Мысалға пәленбай жылдап огородтарымызда, поляларымызда селитра болсын, неше түрлі химикат дәрі болсын, солар бәрімен жерді өлтіріп тастадық мысалға ше. Соны өлтіріп тастаған орнына сол табиғи өзімізден шығып жатқан, өзіміз істейтін тыңайтқышты неге соны қолданбасқа? Басқа жақтан мысалы қымбаттап сатып аламыз. Қазірдің өзі пияз егеді ауылда ағамыз бар. Содан сұрасаң, бұл селитран қабы мысалы 15 мың көлемінде дейді. Қазір ал бегумстың қабы ары кетсе 2,5 мың теңге, 2,5 теңге болады. Үшеу ол саған өнімді мықты қылып береді, мысалға ше. Және плюстары жердің құнарын арттырады. Жердің құнарын 4 жылға сақтап отырады. Мысалға, ол бұмен айналысқан ешқандай адам ұтылмайды, пайдасын көрмесе ше. Және де бұл кәсіпті дамытудың ең оңтайлы жолы сабырлық сақтап, осыны до конца жеткізуіміз керек та. Өйткені қазақтың жерін құнарландырып, 10-15 соттық жерден пәленбай миллиондаған ақша табуға болады. Тек қана ерінбеу керек бұны істеуге ше. Және де бұл Қазақстанның, бұл кәсіп Қазақстан халқының мысалға 0,1% ғана, 0,5% ғана істеп жатыр бұны ше. Енді көрсетіп жатыр, біліп жатыр. Мысалы жаңағы айтқанымыз Пернебек аға мен Бақытжан ағаларымыз бұл көршілеріне тегін беріп, басқаларға ұстатып егін егетін, пәленбай мың гектарлап егетіндерге тегін ұсынған. Сол арқылы өздеріне клиент тапқан. Біз де сөйтуіміз керек мысалға ше. Көршімізге берейік, міне мынаны байқап көрші. Бірінші өзіміз көріп алуымыз керек соның пайдасын. Мен мысалға соны егімізді арнайы өзім огородыма бір 15-20 соттық жерге бір 200 егіне помидорға арнайы эксперимент ретінде жасағам. Осыдан 2 жыл бұрын соны егіп көріп едім. Уже помидорларым жақсы шықты. Жыл сайын дәрі сеуіп тұратымыз, помидорларымыз құрттайтын. Ондай жоқ болды. Бар болды, бірақ сирек болды. Сол сияқты мен де бұл кәсіпті неге біреуден сатып алғанша неге өзім істемеске деп соны бастап кеткенмін. Бұны бастау керек, істеу керек ағайындар. Қазақ жерін құнарландырайық, өнімдерімізді арттырайық. Өзімізге керек болады кейін. Қазір күнде одақ құрылып жатыр. Құдайға шүкір, сол одақ арқылы біздің өнімімізді өткізе аламыз, сата аламыз. Қазір бұны бастайтын адамдардың ең бірінші қорқынышты, бұны кім алады, қалай өткіземіз, кейін шығынға батқамаймыз ба деп айтады. Жоқ, бұл шығынға бататын жұмыс емес, минусқа да кіретін кәсіп емес бұл. Мысалға сіздің өзіңізде мысалға бұл жерде көрермендердің көбісі мысалға айлыққа жұмыс істеп отыр, болмаса күндікке жұмыс істеп отыр да. Соған қосымша кәсіп ретінде дамытып істеп кетсеңіз де болады бұл кәсіпті. Осы үшін бір жарты сағат уақытыңыз кетеді. Үлкен объемға шығып жатсаңыз, енді сатып жатсаңыз, қазір интернет арқылы
интернеттің дамыған заманы болғаннан кейін интернет арқылы көп адам сонымен сатады. Сонымен жақсылап үйреніп алсаңыз, Аллаға шүкір, кейін өзіңізге наоборот жұмысшылар жалдауыңыз мүмкін. Үлкен ИП ашып, ТО ашып, үлкен фирмаға айналуыңыз мүмкін. Мысалы интернет ашып қарасаңыз, Өзбекстанда, өзбек бауырларымызда неше түрлі уже мыңдаған, 2 мыңдаған, 3 мыңдаған объемға шығып кеткендер бар. Құрметті көрермендер, осы кәсіп туралы айтайын деген мағлұматым осы. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Әрі қалай да сіздерді толық ақпаратпен қамтамасыз етіп отырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бізден хабар күтіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.